Неге маған ем қонбайды? Мен уже ем алып шаршадым. Бұған миымның тыныштығының болмағанның кесірінен ба да? Бүкіл аптекадағы дәрілерді алдым, қанша мың теңге ақшам кетті, дегенмен ешқандай нәтиже жоқ. Себебі неде? Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Себебін осы видео арқылы көретін боласыздар иншаллах. Бірінші себептерінің бұрын негізгі комплексті ем дегеніміз не біле кетуіміз керек. Комплексті ем деген бұл сіздің антибиотик, противовирусный, противогрипповый, жаңағыдай вагинал бәрін қосқандағы нәрсе бұл комплексті ем болып саналмайды, қыздар. Комплексті ем дегеніміз бұның ішінде бірінші орында сіздің диетаңыз, сізге берілген режим, ол сізге жатып демалу керек па, яғни постельный режим ба, или сидящий режим ба, или наоборот сізге ходовой жүру керек па, да? Сол режимді анықтау, одан кейін сізге қосымша физиолечениялар берілуі, ең түпкі тамыры бұл мына бастан бастау, яғни мына бастағы бұл негізгі депрессия. Міне осы точка мына жерге жету керек. Мына А нүктеңіз сіздің осы Б нүктеге емге қону керек. Мына ем осылай келгені жақсы ма? Әлде бүйтіп жан жаққа тамырланып, іздеп, таппай барып, сөйтіп барып келгені жақсы ма? Өзіңіз ойлап қараңыз. Яғни бұл жерде миыңыздың тыныштылығы өте маңызды. Бұны бізде басқа тілде айтатын болсақ психосоматика. Яғни депрессиядан шығу жолы, ішкі эмоцияны шығару немесе стресс. Бұл қаншалықты маңызды. Бізге айтады, постоянно дәрігерлердің айтатын сөзі, ем кезінде стрессовать етуге болмайды. Ем кезінде ашуланбаңыз. Бәрімізге айтады, апаларға да, аталар, балаларға да, мүмкін балаларыңыз жылатпаңыз дейді. Балалар үшін стресс бұл оның жылауы. Сол үшін айтамыз, балаңызды жылатпаңыз дейміз. Дәл сол сияқты осы нәрседен құтылу мақсатында. Ендеше сізді таппай жүрген нәрсе, мүмкін бұл сіздің психосоматикаңыз шығар. Бұл қалай? Мысалы, постоянно бас ауыру. Бұл не? Бұл зависть. Яғни көре алмаушылық деген сөз. Ал тамақ ауыру. Бұл бізде страх, яғни қорқу. Қорқу бұл жалғыз қалудан, аш қалудан, болмаса біреуге жете алмай қалудан, болмаса аузымыздағы тіліміздің ұшына кеп тұрған нәрсені айта алмай қалудан қорқу да, яғни неше түрлі нәрсе да. Жүрегіңіз ауыра ма? Значит, бұл тоска, сағыну да, іздеу, хочется, көру, әңгімелесу, тамсану немесе да. Ал жатырдағы проблема бұл бізде көбінесе болады ревность, қызғану. Бұл обязательно күйеуіңізді келіп қызғану емес. Жалпы мынаны беруге қызғанасыз, анамен сөйлескен көре алмайсыз. Мыняқта тұрып алып, сіздің подушкаңыз тартып алудан тағы да қызғанасыз. Кез келген нәрседен қызғану. Соның ішінде жатырдың өзінің бірнеше психосоматикасы болады. Мысалы, постоянно менде молочница мазалайды. Яғни молочницаның психосоматикасы бұл көбінесе кандида қоздырғышының әсерінен. Ал негізінде алып келетін болсақ, бұл өзін дәлелдеу. Мен бәрінен де тазамын. Мен бәрінен де кінәнің бәрі олардың өздерінде, мен кінәлі емеспін дейді адамдарда жиі молочница болады екен, да? Бүйтіп қарап тұрсаң күлгің келеді, но на самом деле міндетті түрде сәйкестік бар. Ендеше сізде ем қомайса осының бәрін істеу керексіз. Ал бұл жерде не только біздің молочница, бедеуліктің психосоматикасы, сіздегі кальпиттен бөлек эрозияңыздікі, сізде миома маткаңыздікі, сіздегі мынау щитовидкаңыздікі, зобыңыздікі, бұл да біздің бедеулікке алып келетін диагноз. Еркектердегі проблемалар, ол да бедеулікке алып келеді, яғни жүкті бола алмауға алып келетін дүниелердің бірі. Соның барлығының психосоматикасын мен өзімнің жеке марафоным денсаулығың, байлығың атты марафонда беремін. Себебі бұл өте үлкен күрделі тақырыпты талқыланатын болғандықтан тек сіздер сол жерден ғана көре аласыздар. Ал одан бөлек, ендеше қыздар, сіздерде міндетті түрде лайк және де подписаться етуді ұмытып кетпеңіздер. Себебі егер де сізде сұрақтар пайда болатын болса, онда астына комментарий жазсаңыздар, сіздер үшін арнайы видео шығаратын боламыз иншалла. Сонымен қатар толық ақпарат инстаграмда алуларыңызға болады. Ендеше ми тыныштығын емдеу, значит сізде жүреді ем, диета, режим, именно қандай ішкі стресстен құтылу, психосоматиканы реттеу, яғни одан кейін бар физиолечение жүреді. Егер осындай топтық ем алатын болсаңыз, сізге иншаллах 99% ем нәтижелі болады. Себебі 1% бұл бізде Аллах тағаланың қалауымен, яғни Раббымыздың қалауымен иншаллах. Сондықтан 99% ем болған қалайсыз ба? Онда осыны қалай қатармен алып жүрген екенін біле жүргеніңіз дұрыс.